Ал не болды енді? Аюға етті қайдан тауып береміз? Ет болса өзіміз жемейміз бе? Соны айтам. Бірақ қалайда ертең аюға ет тауып беруіміз керек. Бекер бардық ау сол аюға. Неге бекер? Бұға қашып кетті. Біздің абыройымыз оралды. Тегіміз қайтты. Дұрыс айтасың. Олар бірақ та жақсылап таяқта жемеді. Біз сияқты. О, мен таптым. Нені? Етті ме? Қайдан таптың? Қысқасы, былай етейік. Күлденген әлем? Қасқырлардан сәлем ба? Иә, әрі қарай. Тоқты мен Серке екеуің бізге бұқаның баласын әкеп беріңдер. Әйтпесе, аюды жібереміз. Тепті. Мәссаған. Бұзауды әкеп беріңдер дейме? Оны қайтпекші? Менің байымдауымша, олардың көздегені бұқа. Бұзау аюдың жұмырына жұқ болмайды. Бұқа баласы үшін өзі келеді деп отырған болар. Дәл солай. Жүр, бұқаға барып ақылдасайық. Немене? Менің баламда келдей ме? Иә, олар сенің балаңды жемекші. Әке, мені кім жемекші? Бөжей ма? Балам-ау, сені ешкім жемейді. Мен бәрін әтәт қылам. Бара ғой, ойнай ғой. Жарайды кетті. Бар. Ал, енді не істейсің? Аюды әтәт қыласың ба? Несі бар? Балама тиісіп көрсін. Бәрекелді бұқа. Аю дегенің қорбаңдап, ебедейсіз қозғалады ғой өзі. Мейісіңді өткірлеп берейік бе? Жақсылап бір сүзсең болды, қылатасың. Аю құлашта бұрғанда, бұғып барып бүйірінен бір сүз. Бұрамын дегенше, екінші рет сүзесің. Иә. Айтуға оңай. Қызыл беретпен жолақ жидені бекер кимесе керек. Жарайды, бара көрерміз. Бұқа, біз оларға ойламаған жерден соққы беруіміз керек. Менде бір ой бар. Алсаңшы аю, сені жеміс жидекті жақсы көреді деп естідік. Же. Білдіргенді өзіміз дердік. Мені жеміспен алдап қоймақсыңдар ма? Ет қайда, ет? Сабыр ет аю, ет қазір келеді. Келедісі несі? Мені жереп келемекен. Қазір ет келмесе, осы біреуіңді жеймін. Қой аю, біз дос емеспіз бе? Қазір мұнда бұқа өзі келеді. Ол енді келе қоймас. Қорқып қашып кетті емес пе? Аю келеді. Келтіреміз. Әне, келе жатыр. Бізді күтіп қалмадыңдар ма? Сәлем бердік. Міне, біз алып келдік. Ал, біз кеттік. Тоқта! Бұқа дегендерің бұзау ма? Не ой, өскенде бұқа болады емес пе? Сонда не? Мен 2 жыл күтуім керек пе? Олдан да мұна екеуін қосып жемеймін бе? Мұнау бөжей ма? Әкем айтып берем сендерді. Ол әтәт қылады. Әкеңді қайда өзі? Ал қазір мен сені жеймін. Ас болсын аю.
қайсың? Әке, бөжей кетті ме? Иә балам, бөжейді афафтарда енді келмейді. Бәрі келді. Жарайсың бұқа. Иә бұқа, сенімен дос болсақ, денеміз бос, көңіліміз қош болады. Қасқырлар енді бізге жоламайды. Өйткені сендей мықты бола алмайды. Солай ма тоқты? Иә. Мен сен бұқа, енді айрылмас достар. Қане, әкел бетті. Еркексің бұқа. Не деп тұрсың? Ой, бетті емес, бесті дегенім ғой. Енді бұлай не ғой? Не ғой? Біреу-міреу дейсе айтасыңдар. Сындырып тастайын. Жарай.